Сәлеметсіздер ме, балалар? Алматы технология экономикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Айғанова Гүлмира Асылбекқызы. Қазақ тілі пәні. Жаңа тақырып: шешендік және сөз мәдениеті. Шешендік сөздің сапалары және шешендік сөздің мазмұндылығы. Сабағымыздың мақсаты: шешендік өнердің алуан сипаттары, шешендік сөздің сапасы мен мазмұндылығы туралы мағлұмат аламыз. Және де шешендік өнер туралы білімдеріңізді тереңдете отырып, ой белсенділігін танытамыз. Сонымен қатар, халқымыздың асыл мұрасы, ұлттық құндылығымыз болған шешендік өнерді бағалай білуге үйренеміз. Ал шешен сөзін қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінде қалайша көрсеткен екен? Яғни шешен ділмар, шешен тапқыр, шешен ресми жиындарда шығып сөйлеуші оратор. Ал енді сіздер шешен сөзін қалай түсіндіңіздер? Шешен деп кімді айтамыз? Осы топтастыру стратегиясы бойынша өз ойларыңызды жазыңыздар. Жазып болсақ, шешендік өнерді ғылыми тілде риторика деп атайды. Риторика ғылымның негізін салушылар Сократ, Платон болған. Сонымен қатар, шешендік өнер ең алдымен Грецияда дамыған. Яғни Грецияның астанасы Афина қаласы. Солардың ішінде Лисий, Сократ, Демосфен атақты шешендер болған. Шешендік өнер Грециядан кейін Рим мемлекетінде дамыған. Онда Крас, Анатия, Картенция бастаған атақты шешен қолбасшылары болған. Жалпы шешенге тән қасиеттер қандай болу керек? Тілдік қабілеттілігі өте жоғары, білімді, сонымен қатар шыншыл, көпшілік ортада сөйлей білетін, аңғарымпаз және әр сөзі нық, жинақы болу қажет екен. Ал шешенге қойылатын талаптар мыналар болып келеді екен. Әр оратор, яғни дауыс ырғағына мән беру керек. Үн әуезділігіне, сонымен қатар ой екпіні, әр сөйлеген сөзінде кідіріс жасап, мақаммен айта білу керек екен. Және тыныс алуды да, сонымен қатар орфографиялық нормаларды сақтай білгені жөн. Енді біз сабағымыздарға жалғастыратын болсақ, тапқыр болсаң тауып көр айдарымен мына жерде берілген сұрақтарға жауап беріп жазып өтейік. Бұл жерде барлығы 8 сұрақ берілген. Сол сұрақтардың төменгі жағында 5 жауаптан берілген. Сол жауаптардың дұрысын белгілеп шығамыз. Енді әрі қарай семантикалық кесте бойынша жұмыс жасап көрейік. Біз сабағымызды бастамас бұрын батыс ғұламалары, шығыс ойшылдары, орыс классиктері, қазақ би шешендері болып 4 топқа бөлінген болатынбыз. Енді осы шешендік сөздердің авторлары кімдер екен? Яғни сіздердің алдарыңызға берілген қағаз қиындыларында шешендік сөздер жазылған. Сол шешендік сөздердің авторлары кімдер екен? Кәне барлығымыз бірлігіп жұмыс жасап көрейік.
Айта берме сөз біткеннің бәрінде, ойлап сөйле, таңдап дәмін нәрінде, деп жүсіп баласағұн айтып өткендей, бүгін яғни ұлағатты сөздер сайысын жүргіземіз. Яғни берілген нақыл сөздердің мазмұнын ашып, дәлелдеп айтып береміз. Қазақ хандығында Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы деп аталатын заңдар болды. Бұл заңдар сол заманда ислам дінін тұтынатын Күншығыс пен Орта Азияның бірсыпыра елдеріндегі феодалдық мемлекеттер мен хандықтарда жаппай қолданылып отырған. Ислам дінінің шариғат заңынан мүлдем басқаша болатын. Бұл Қазақ хандығының ерекше тарихи, әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайының туындысы еді. Яғни Қазақ хандығының заңдары жарғы деп аталады. Ал шешендік сөздер үш түрге бөлінеді екен. Шешендік арнау, шешендік дау, шешендік толғау. Ал шешендік толғау дегеніміз не? Назар аударайық. Термемен айтылатын тілек және өсиет, нақыл сөздер, толғау өлеңдер, тоқтау айту, естірту, көңіл айту. Яғни осыларды біз шешендік толғау деп атап көрсетеміз. Сонымен қатар шешендік арнау, яғни біреуге арнай айтқан әңгіме. Сын, мін тағу, әзіл қалжың сөздер, яғни осылар шешендік арнау болып табылады екен. Ал шешендік дау дегеніміз жер дауы, жесір дауы, құн дауы, мал дауы, ар намыс дауы. Яғни осылар шешендік дау деп айталады екенбіз. Мына жерде берілген қажетті ақпараттарды дәптерімізге түсіреміз. Және бір ескеретін нәрсе, жақсы шешен болғың келсе, алдымен жақсы адам бол деп атап көрсеткендей Цицерон, біз шешен болу қолымыздан келсе, алдымен жақсы адам болып қалыптасуымыз керек екен. Ал шешендік сөздің сапасы не болып табылады екен? Сөз дәлдігі, сөздің дұрыстығы, сонымен қатар сөздің байлығы. Және де тіл тазалығы, ой жүйелігі, сөз әуезділігі қажет екен. Сөздің негізгі сапаларының бірі болып осылар табылады. Қазіргі шешендік сөздер мазмұнына қарай былайша бөлінеді. Әлеуметтік саяси мазмұнды шешендік сөздер, білім ғылымдық сипаттағы шешендік сөздер, яғни дәрістер, ғылыми баяндамалар. Сотта айтылатын шешендік сөздер, яғни айыптаушының, қорғаушының сөздері. Және де әлеуметтік тұрмыста қолданылатын шешендік сөздер. Бұған мерейтойда айтылатын мақтау сөздер, құттықтау сөздер жатады екен. Және соңғысы діни қызметте қолданылатын шешендік, діни уағыздарды да осы шешендік сөздердің қатарына жатқызамыз.
Сонымен қатар шешендік сөздердің көркемдегіш құралдарында ықпалы өте зор. Шешендік сөздерде риторикалық сұраулы сөйлем, тұрақты тіркестер, градация, литота, метафора, метонимия, эпитет, теңеу сөздерді қолданады екен. Біз сабағымызды жалғастыра отырып, 4 топқа берілген 4 түрлі жаттығу жұмысына назар аударамыз. Шығыс ойшылдарына 43-ші жаттығу, батыс ғұламаларына 44-ші жаттығу, орыс классиктеріне 45-ші жаттығу. Және де осы топтан ең үздік деп танылғандар осы қазақ би шешендер тобына жинақталамыз. Және де сонымен қатар 46-ші жаттығуды орындаймыз. Назар аударыңыздар, жаттығуда берілген мәліметтер. Сіздерге уақыт беріледі, осы топта орындаған жұмыстарының ішінен ең үздігі 46-ші жаттығуды қосымша орындайды. Біз бүгінгі өткен тақырыбымызға байланысты шешен сөзіне 5 жолды өлең стратегиясы бойынша шешен сөзіне 5 жолды өлең құрастырайық. Яғни зат есім шешен, сын есім шешендік сөз, етістік айтысады, тартысады, шешіледі. Төртіншісі, яғни шешендік сөз ұлттық өнер. Ал шешен сөзінің синоним яғни сабақ барысында айтып кеткендей, ділмар, оратор, сонымен қатар өнер падишасы деп те айтуымызға болады екен. Енді сонымен және де сабақ барысында жекелеген білім алушыларға шешендік сөздер айдары бойынша тапсырма берілген болатын. Берілген аңыз әңгімелерден, шешендік сөздерден, толғаулардан, айтыстардан нені аңғардық? Сол тұстарды оқып түсінік береміз. Сабағымызды қорытындылай келе, үй тапсырмасы ретінде 47-ші жаттығуды ұсынамын. Және шығармашылық тапсырма мәтінді әрі қарай өз сөздеріңізбен аяқтап, мұнай бағасы өсуінің экономикаға әсері тақырыбында эссе жазамыз. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.